Сіз өзіңіз Қызылордадан келіп жатырмын дедіңіз ғой, кеше не болды сонда, ол кісі айтыңызшы. Біз көзімізбен көрдік кеше келген кезде. Осында келгенде бір қасық су, бір қасық сүтпен қорек қылып келген кісі. Сол кісі осы жерде 9 күн жатып ішіпті суды, осы суды. Онкологический болған ол кісі. Бір рет, екі рет химия алып келген. Енді үшінші химияға дайындаласың деп келген кісі 9 күн осы суды ішіп, ана бұлақтан ішіп. Ана бұлақтан осы суды ішіп, кеше барып анализ тапсырса жоқ, мысалға ешқандай. Ешқандай онкология жоқ дейсіз. Онкология жоқ. Кеше осында жаңа қалған подружкасы, ол кісіден кейінірек келген. Екеуі бірімен бірі хабарласып осында әбден жылап қуанғандарынан. Сіз өзіңіз енді екі почкаңыз сонда операция жасайды деп келдіңіз ғой, тас бар деп. Екі почкамен операциямен аласын тасты деген. Жүре алмай келдіңіз. Жүре алмай 2 мың. Мына машинамен келдік қой мысалға. Зорға келгенбіз осы машинамен. Қызылордадан, Шиелден. Қызылордадан. Жолдасыңыз. Осы жерге келдік, мына жолдасым бар, жиенім бар, үшеуміз. Енді қазір шүкір Құдайға. Келген ешқандай мазалап атқан ешнәрсе жоқ. Дәрет жүру жақсы болып жатыр. 2 күн болды келгеніміз. 2 күн болды мысалға келгенімізге. Керемет қой мына үйдің. Құдайдың сыйы адамға беріп тұрған бұл. Мына қасиетті суды үйдің мына. Қандай керемет Алла тағала. Қызылорданың да экологиясын келісіп тұрған шамалы ғой сіздерге. Солаймен Уранның Кислотаның үстіндеміз ғой. Кім, есіміңіз кім болады? Мейрамғали есімім. Шиелі тұрасыз. Шиелі ауданының Нартай Бекежанов ауылында тұрады. Ем болсын, шипа болсын енді. О тасты сойдырмаңыз, алдырмаңыз, осы сумен кетеді ғой бұйыртса. Сол пышаққа түспейші деп келгендегі әрекетіміз осы.